Қайырлы күн, құрметті аналар. Бүгін біз көпшілік ананың көкейінде жүрген, көп баланы мазалап жүрген, қазір көп кездесетін, мен әрдайым видеомда айтамын, үш баланың екеуі осы дерттен ауырады деп. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз балалардағы анемия, оның салдары, балаларға алып келетін зияны, оны қалай алдын алуға болады, және сіздің балаңызда егер анемия, қан аздық болған жағдайда оны қалай емдеу керек, және қай дәрігердің консультациясын алу керек деген секілді сұрақтарды толығымен бүгін шешімін табуға тырысатын боламыз. Біз бүгін анемияның ішіндегі темір тапшылықты анемия туралы айтатын боламыз. Өйткені қазіргі уақытта мен жоғарыда айтқандай темір тапшылықты анемия балаларда көптеп кездесіп жатыр. Бірінші бірден бір себеп бұл анасының жүкті кезіндегі өзінің ағзасындағы темірдің қоры. Яғни анасында гемоглобин төмен болатын болса, разумеется, одан туылған бала да анемиямен зардап шегуі мүмкін. Неге деп ойласаңыз, өйткені бала құрсақ қуысында жатқан кезде бізде гемоглобин, яғни жаңағы темірдің қорын жинай бастайды. Ол темір қорын қайдан жинайды? Әрине анасының ағзасынан, өйткені ана мен баланың ағзасы бір болып есептелінеді. Енді осы сәтте егер анасы гемоглобині төмен, анемиямен зардап шегетін, анасының өзінде темірдің қоры төмен болатын болса, балада да туылған кезде ол бастапқы айларында ағзаны қамтамасыз етіп тұратын темірдің қоры төмен көрсеткішке ие болады. Енді біз жүктілік кезде неден сақтануымыз керек? Бірінші кезде жүктілік кезде қанды тапсырасыз, общий анализ крови тапсырғаннан кейін гемоглобинді, ол жердегі гематокритті және де ферритинді, железаны тапсыру керек болады. Егер ферритин төмен болатын болса, ол кезде міндетті түрде жүкті әйелге дәрігердің консультациясы және темір тапшылықты анемияның алдын алу үшін рационын, тұтынатын тағамын, егер қажет болса, жаңағы медикаменттерді, яғни препаратты тұтыну арқылы ағзадағы гемоглобиннің деңгейін қажет мөлшерге жеткізіп қою қажет. Ферритин дегеніміз не? Бұл адам ағзасындағы, егер темірдің мөлшері төмендеп жатса, осы белок бізде расщепление болу арқылы қажет железаның орнын толықтыратын белок болып табылады. Енді бала егер анемия болып туылған жағдайда қандай белгілер балаларда болуы мүмкін? Бірінші кезекте балада тырнақтың деформациясы, бала тырнақ жеуі мүмкін, немесе жаңағы кесек, бор деген, қағаз деген нәрселерге құмар болуы мүмкін. Баланың терісінің бозғылт болуы, яғни бала боз болуы, және де балада әлсіз болуы, және туылған кезде баста гипоксия салдарына да алып келуі мүмкін. Себебі бала ағзасындағы гемоглобин, темір гемоглобин ағзада бізде оттегінің тасымалдануын жауап береді. Ал бізге жаңа туылған балада мидың оттегімен қамтамасыз етілуі жоғары деңгейде болуы міндетті. Енді егер сіз балаңызда жоғарыда аталған белгілерді байқасаңыз, міндетті түрде дәрігердің консультациясынан және жалпы қан анализін, железаны және ферритинді тапсыруға сізге ұсынамыз. Гемоглобин жалпы балада төмен болған жағдайда бала жиі аурушаң болады. Балада жалпы зат алмасу процесі және де ағзаның оттегімен қамтамасыз етілуі төмен деңгейде болып есептелінеді. Бала негізі туылғаннан кейін 5-6 айлық кезінде міндетті түрде скрининг ретінде бала жалпы қан анализін тапсырып гемоглобинді көру керек болады. Өйткені туылған кездегі жиналған жаңағы ферритин, темірдің қоры осы 5-6 айларға қарай өз күшін жоғалтып, көлемі азайып, балада гемоглобин төмендеуінің көрсеткішін көрсетуі мүмкін. Енді балада егер гемоглобин төмен болған жағдайда біз баланы қай маманға көрсетеміз және қандай дәрі-дәрмектерді қолданып оның алдын алуға болады. Бірінші кезекте гемоглобин егер төмен болып, железа, ферритин төмен болса, гематолог маманына көрсетесіз, немесе өзіңіздің учаскелік педиатр дәрігеріңізге, немесе жалпы тәжірибелі дәрігерге көрсететін боласыз баланы. Енді балада бірінші кезекте гемоглобинді көтеру, анемияның алдын алу, ол яғни балаға полноценный рацион, өз тағамында темір компоненттері көп тағамдарды рационына қосып отыру. Оның ішіне бізге мысалға балаларға тефтелий, котлет, ет өнімдері секілді тағамдарды рационына көбірек қосуға тырысыңыз. Екінші кезекте егер сіздің балаңызда темір тапшылықты анемия болатын болса, міндетті түрде темір препараттарын берсеңіз болады.
темір препараттарының ішінде мен сіздерге ферсинол, ферравит, феркаил секілді препараттарды ұсына аламын. Бұл препараттарды 1 ай көлемінде балаға беру керек. 1 айдан кейін жалпы қан анализін тапсырасыз. Егер гемоглобин 120-ға көтерілсе, тоқтатуға болады. Егер 120-ға жетпеген жағдайда, ол кезде бұл препаратты ары қарай жалғастыру қажет. Темір жалпы баланың ағзасына жақсы сіңірілу үшін, жақсы усвоение болу үшін оны фолий қышқылымен қосып берген абзалырақ. Егер сіздің балаңызда гемоглобин төмен болса, сізді және де осы балаңыздың анемиясы мазалап жүрсе, бізге хабарлассаңыз болады. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийде қалдырсаңыз, біз барлық комментарийді оқимыз, міндетті түрде жауап беретін боламыз. Және YouTube-тың жалпы ақпарат бөлімінде менің басқа да әлеуметтік желілерімнің сілтемелері бар, сол жаққа тіркеліп алсаңыздар, осы секілді аналарға маңызды тақырыптарды біз қысқаша видео ретінде түсіріп қойғанбыз. Тіркеліңіздер, бізбен бірге болыңыздар, осы видеоны қолдаңыздар. Менің YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп кетесіз деп сенемін. Бітті? Жетеді?